Сәлем, сенімен бірге Аяжан бүгін сенің күнің тағы да жақсырақ өтуі үшін таңғы дұға аудиосын жіберетін боламын. Бұл аудиоларды күнделікті тыңдап менімен бірге дұға жасауыңа немесе оған ұқсатып өзің дұға жасауыңа болады. Себебі бәріміз білеміз, мұсылманның қаруы ол дұға. Ендеше бисмиллах, бастайық. Уа менің Раббым, я Рахман, я Рахим, жүрегімізді, өмірімізді, амалдарымызды, сөздерімізді мейірімге толтыра көр. Сенің мейіріміңді әр секунд сайын сезініп, ерке құлдарынан болуымызды нәсіп етші, Аллахым. Сенің алдыңда лайықты түрде ұялуды нәсіп етші. Сені разы ететін амалдарды бізге көрсетші, сол амалдарды тұрақты түрде орындауға көмектесші. Біз сондай әлсізбіз, Раббым, бізді қолдашы, Аллахым. Біз сені тек сенің ғана қалауымен, мейіріміңмен танып еске алып жатырмыз ғой. Бізді қатты жақсы көрші, Раббым. Сенің Уадуд, Латыф, Халим есімдеріңді күнде сезінуімізді, көруімізді нәсіп етші. Қайда қарасақ та сені көруімізді нәсіп етші. Я Шафи, я Мумин. Жүрегімізді, денемізді, санамызды, бейсанамызды тазартып емдей көр. Үнемі жүрегіміз таза, ықыласты, денеміз, ағзамыз таза, қуатты. Санамыз бен бейсанамыз тек жақсы, әдемі, саған ұнамды сенімдерге толы болсыншы. Үнемі сен туралы тек жақсы ойлауымызды, әлемге дұрыс, әдемі, позитивті көзқарас, установкамен қарауымызды нәсіп етші. Әлемге исламды, білімді таратуға бізді қолданшы, Раббым. Ешкімге мұқтаж етпеші, Раббым. Қалаған дүниемізді оп-оңай ала алатындай бай етші. Бай болуға бізді дайын етші. Бізге байлықты көтеруге көмектесші. Бізге Хадиша анамыздың кәсібінің берекесін нәсіп ете көр. Я Разақ, я Муғни, я Ғани, я Карим, барлық мүлік сенің ғана игілігінде. Уа Раббым, бізді тақуа, жомарт, зекет беруші, бай мұсылмандардың қатарынан етші. Байлық бізді тек саған сүйкімді етіп, жақындауымызға керемет құрал болуын нәсіп етші. Ел жер көруді, аралауды, сенің құдіретің мен шеберлігіңді тамашалауды нәсіп етші. Толқарнайы пайғамбардай бірнеше тіл білуді, бірнеше елдерді көруді нәсіп етші. Я Жаббар, я Нур, я Рашид, Раббым, Аллахым, біздің отбасымызды, жақындарымызды, достарымызды, жүрегімізге жақын барлық адамдарды, барша мұсылман бауырларымызды, үмметті тура жолға сала көр. Бойымызға салған есімдеріңді сен үшін тани білуімізді, қолдана білуімізді, жасай алуымызды нәсіп етші. Потенциалымызды аша көрші, бізді жан-жақты, білімді, бай, иманды, өзің разы болатында прогрессивті мұсылмандардан етші. Я Рахман, я Рахим, я Раббым, Аллахым. Біздің жүректерімізді өзіңе деген махаббатқа, пайғамбарымызға деген махаббатқа, пайдалы білімге аша көр. Бізді үнемі өзің қолдап кешіре көр. Нур есімімен біздің көздерімізді, жүрегімізді, тілімізді, жолдарымызды, тағдырымызды нұрландыра көр, Раббым. Уа Раббым, менің осы уақытқа дейін және де бұдан кейін де тілейтін тілектерімді, дұғаларымды қабыл қыла көр. Менің осы уақытқа дейін бұдан кейін де біліп-білмей жасаған күнәларымды кешіре көр. Барлық уақытта қолдаушымда, қорғаушымда бір өзің бола көр. Амин. Тілеген тілектеріңізбен дұғаларыңыз қабыл болсын және де күндеріңіз сәтті өтсін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін өте үлкен рахмет.